Саясаттану пәні келесі дәріс 8-ші саяси режимдер. Жоспар бойынша қарастыратын сұрақ саяси режимдер түсінігі мен параметрлері, саяси режимдер типологиясы және ерекшелігі. Саяси режим, яғни саяси тәртіп, саяси билікті жүзеге асыруға қолданылатын әдіс тәсілдердің жиынтығы және қоғамдағы еркіндік деңгейі. Саяси режимді анықтайтын параметрлері ол саяси билік кімнің қолында, билікке қалай келеді, үкімет билігі бір орталыққа бағына ма, әлде орталықсыздандырылған сипаттала ма, үкімет билікке қалай жетуге болады, материалдық даму деңгейі қандай, экономикалық өмір қалай ұйымдастырылған, режим тұрақты бола ала ма деген сұрақтар. Саяси режимнің заманауи жіктелуі ол бірінші батыс либералды демократиясы, либералды демократия, шығыс азиялық режимдер, саяси режимдер және әскери режимдер. Саясаттану ғылымы саяси тәртіпті екі түрде көрсетеді: демократиялық және антидемократиялық. Демократия ол халық билігі деген мағынаны білдіреді, ал антидемократияға біз авторитаризм мен тоталитаризмді жатқызамыз. Тоталитаризм латын тілінен бүтін, тұтас деген ұғымды білдіреді. Тоталитаризм қоғам адам өмірінің барлық салаларын тұтасымен мемлекеттік бақылауға алынған мемлекеттің саяси құрылымы. Тоталитаризмнің 20-шы ғасырда 3 түрі болған. Олар Италиядағы Муссолини кезіндегі фашизм, Германиядағы Гитлер кезіндегі национал-социализм және Кеңес одағының кезіндегі социализмнің негізін салған коммунизм. Тоталитаризмнің белгілері: бірінші, өндіріс, экономикалық, бұқаралық ақпарат құралдары, білім, мәдениет, адамдардың жеке өмірі бәрі тек мемлекеттің бақылауында болуы. Екінші, сөз бостандығының болмауы. Үшінші, жеке меншік, бәсекелестік, нарықтық қатынастарға жол бермеу. Төртінші, азаматтардың қоғамның элементтері жұмыс істегенімен ол тұтасымен мемлекеттің қарамағында болуы. Бесінші, жеке басқа табынушылық, бір партияның идеялық күштілігі. Алтыншы, мемлекет идеясына қарсы шыққандарды халық жауы деп санау, оппозицияны болдырмау. Авторитаризм. Авторитарлық режим тоталитарлық қоғамның демократиялық қоғамға өтетін кезеңі. Бұл күшті тәртіпке негізделген жеке адамның билігі қалыптасқан режим. Авторитаризмде халық басқарушыны тыңдай алмайды және заң жүзінде ауыстыра алмайды. Авторитаризмнің белгілері: оған авторитарлық режим кезінде тоталитаризмнің де демократияның да белгілері кездесе береді. Негізгі құқықтары мен бостандықтары сақталады, билік бір адамның немесе топтың қолында болады, шектелген плурализм орнайды, сайлау өткенімен оның нәтижесі алдын ала белгілі болады, қуыршақ оппозиция. Демократия көпшіліктің қалауымен сәйкес басшылықты ауыстыру үшін тұрақты әрі заңды мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін саяси жүйе. Демократия ұғымы көне гректің ойшылы Геродоттың еңбегінде кездеседі. Ежелгі дәуірде ойшылдардың демократиялық билік туралы айтқанына да тоқталамыз. Демократияның белгілері: билік көзі халықта, сөз бостандығы бар, азаматтардың құқықтары мен еркіндігі жоғары құндылықта болады, азаматтардың тең құқықтарының болуы, сайлаудың ашық және әділ түрде жүргізуі және азшылықтың көпшілікке бағынуы. Саяси тәртіптер. Яғни саяси тәртіптің өзінің жүйесі бар, ол демократиялық, авторитарлық, тоталитарлық. Мемлекет басшысының өкілеттілігі ол демократиялықта заңмен шектелген, авторитаризмде нақты шектелмеген, тоталитаризмде іс жүзінде шектелмеген. Билік бөлінісі демократияда тәрбиеде жүзеге асырылады, авторитаризмде атқарушы билік заң шығарумен және сот билігімен үстем тұрады, тоталитаризмде ол мойындалады.
партиялар тоталитарлық жүйеде партиялар ол бір ғана партия болған, авторитаризмде биліктегі партия мемлекеттендірілген, демократияда ол көп партиялық жүйе. Идеологиясына келсек, демократияда саяси плюрализм, авторитарлық жүйеде бір идеологияның үстемдігі, тоталитаризмде бір ғана ресми идеология қалыптасады. Құқықтар мен бостандықтарына келсек, халықтың онда демократиялықта заңмен тыйым салынбағанын, барлығының рұқсат екені белгілі конституциялық жүйеде, содан кейін авторитарлық жүйеде саясатқа қатысты жоқтың барлығына рұқсат, ал тоталитаризмде бұйрық етілгендер ғана рұқсат. Ал оппозицияға келетін болсақ, онда заңды қызмет етеді, сосын авторитарлық жүйеде тыйым салынады, немесе жалған оппозиция қалыптасады, ал тоталитаризмде ол терістеледі. Ал жазалаушылық органдарға келетін болсақ, онда демократияда заңмен қатаң реттелген, авторитаризмде жасырын саяси түтіну жүзеге асырылады, тоталитаризмде саяси қуғын-сүргін жаппай жүргізілген. Осы сұрақты пысықтауға арналған, практикалық сұрақтарға арналған тізімдер дайындалды. Саяси режим ұғымы типтері, антидемократиялық саяси режим ұғымы, оның түрлері, демократиялық саяси режим, режим түсінігіне анықтама беру, саяси режимнің түрлеріне тоқталу, авторитаризм, тоталитаризм, сосын демократияға тоқталу, демократия түсінігіне анықтама беру, антидемократиялық, яғни авторитаризм мен тоталитаризмге саяси режимнің түрлеріне анықтама беру, тирания және әскери хунтаға түсініктеріңізді беру, авторитарлық және саяси режимнің ерекшеліктерін анықтау, тоталитарлық саяси режимнің белгілерін анықтау.